болуымызды бір-бірімізге сыйлаймыз. Кәнекей, жақсы, жарайсыңдар. Ал енді келесі күн. Кәнекей, күндей күлімде жарқырап тұрайықшы, кәнекей балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз сондай көңілді, көтеріңкі өтсін деп бір-бірімізге күлкімізді сыйлаймыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді қолымызды жоғары көтеріп, бойымызды кішкене сергітіп, бір-бірімізбен қол ұстап, не істейміз? Қозғаламыз, иә? Жарайсың. Жақсы, тамаша балалар. Өзінің топ басшылары бар. Бірінші топтың Қансұлтан, екінші топта Ерхан, үшінші топта Нұрдәулет және төртінші топта Ердос пен мына жерде Алдаберген екен, иә? Мен қателеспесем. Мінекей, осы топ басшылары алдарындағы бүгінгі сабақты балалар. Мынандай білім заряды бағалау парақшасымен бағалаймыз. Қазір балалар барлығымызда ұялы телефон бар, иә балалар? Оларды біз өшіп қалған кезде не істейміз оны? Қуаттап отырамыз, иә? Сол сияқты біз де бүгінгі сабағымызды әр тапсырманы орындаған сайын өзімізге қуат алып, бір-бір ұпайдан қосып, былай зарядтап отырады екенбіз. Әр сұраққа жауап берсек, бір ұпайды қосып зарядтаймыз. Бұл топтық жұмысты ғана бағалаймыз. Ал әр оқушы өзін жеке бағалау парақшасына бағалап отырасыздар. Мінекей балалар, бүгінгі біздің бағалау парақшамызбен танысып өтті. Енді ары қарай сабағымызды бастаймыз. Записін дегеніміз не? Топпен қай оқушы жауап береді? Ала сен жауап береді. Записіміз астын атын білдіретін сұрақтары кімдер, недер? Жақсы. Толық жауап берді ма? Ол қай несі? Қайталаймыз. Записінің сақматын білдіретін сөз табы. Сөз табы екен, иә? Қараймыз. Сөз Сұрақтар кімдер, көрсетімдер, кімдер, нелер? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі сұрақ сендерге барды. Мектептің гүлдің деген сөзі қай септікте есептелді? Ал жақсы, аяғым. Барыс тектігінің есептелді. Себебі ол барыс тектігінің жалғауында ға деген жалғау жалғайды. Және ол нені деген сұраққа жауап берді. Дұрыс па? Кім не деген? Кім не? Қай септіктің сұрағы? Ал ерхан. Атау септіктің сұрағы. Саған өшер тағы бір сұрақ. Келесі, үшінші топқа. Оқушыны сөзіне сұрақ қойып, қай септіктің жалғауы жалғастырғанын тапқын. Оқушыны деген сөзге сұрақ қойып, қай септіктің жалғауы жалғап тұрғанын табамыз. Оқушыны. Ал Тағы септігінде оған кімді не деген сұрақ қоямыз. жақсы, қандай жалғау жалғап тұр? Оқушы ны деген жалғау жалғап тұр. Несі мұш бар басында. Төртінші топ қалма бізде кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұраққа жауап берсін. Қай септік? Төртінші топ. Ердостың тобы. Ал жанат. Жат септігі. Жат септігі жалғаулары қандай? Ал жақсы, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Экранға қарай бізге жұмбақ берді. Қыста ғана болады. Қыстасаң қолын толмайды. Жауабы қар екен. Жақсы, қар екен. Енді балалар өшіре қараңызшы. Бұл қай мезгілде болып тұр? Қыс мезгілінде қандай өзгерістер болады қарда? Қыс мезгілінде боран соғады. Аяққа жақсы, тағы айта өтелеге. Айнаға ақ түске бояды. Осылардың барлығын бір сөзбен не деп айтамыз? Құрылыстары дегеніміз, иә? Жақсы. Енді келесі тапсырма қараңыз. Мына жерде қыста деген сөз өзгеше болып тұр, иә? Қара мен бояу тұр. Осы сөздің маған түбірмен қосымшасын кім тақтаға жаз тауып береді? Ал Диас келді. Тақтаға. Тыныш. Жылдан жазамыз, әдейі тұрып келеді.
Диас дұрыс деді ме, дұрыс демеді ме? Тексереміз. Қыз. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Енді осы жердегі та деген жалғауға қарайықшы. Ол қай септің жалғауы болуы мүмкін? Жатыс септігінің жалғауы екен. Олай болса балдар, бүгін біз жатыс септігін көрсетіп едік. Яғни дәптерді ашып бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Балалар, бүгін біз зат есімді септерді үйренеміз және сөйлемнің ішінен жат есімді тауып, оларды жат септің жалғауларды біледі екенбіз және оны сөйлемнің ішінен жат септің жалғауларды табуды үйренеді екенбіз. Сонымен балалар, жат септігі сұрақтар қандай екен жат септіктің? Жалғаулары енді балалар, сендерге бір сұрақ қойылып кетті. Мына жердегі бірінші сөзге қарайықшы бәріміз. Мына бірінші сөйлемді оқыңдаршы. Маған енді оқыңдаршы бірінші сөйлемді. Аспанда далада кісілер ұшып барады. Жақсы. Бұл жердегі аспанда деген сөзге. Бұл жерде аспанда деген да деген жалғау жатыс септігінің жалғауы жалғаныпты. Жақсы, тамаша. Ал енді мына жердегі тырналар да дегенді де бұл не? Бұл да жат септігінің жалғауы ма? Шылау жақсы алдай берген. Тағы да. Себебі ол жерде ол өзіне бөлек алып тұр. Ол жатыс септігіне жалғауларына жатпайды. Ол шылау болып табылады. Шылау болып табылады екен, я? Сонымен балдар, да, де, та, ти деген тағы не бар екен? Шылау бар екен, я? Бірінші сөйлемді маған не дұрыс оқи ғой? Жасында ғылым бар деп ескермедім. Жақсы. Мінекей, бұл жерде да дегеніміз бұл жатыс септігінің жалғауы. Сендерге келесі тапсырма. Осы тапсырманы сіздер қаншалықты түсіндіңдер? Осыны мына кеспе қағаз арқылы анықтайтын боламыз. Кәнті балдар. Қарап аламыз бір-бірімізге. Арқылы маған қайта түсіндіреміз. Төртінші. Тарап келе ғой. Қайда бұлар? Апай бұлар ешбір көрмей бар. Қаныз апай бұлар. Ертесіне бар ма? Төртінші тапқа жетті ма? Ал, балдар, 2 минут уақыт беремін сендерге. Осы жердегі қай сөйлемде жатыс септігінің жалғауы жалғанып тұрған, ал қай сөйлемде ол шылау екенін анықтап, астына жазып шығамыз. Ал бірінші тоқтап, маған кім дәлелдеп береді? Қайсы шылау, қай шылау екен? Бірінші тоқтап. Ал Хансұлтан басқа жоқ па ешкім? Қалай дамып? Дағдыда қар жауды деген кезде шылау дамып тұр. Және де бұл сөйлем қате жазылған. Себебі дұрыс жазылғаны далада, қалада ақ көкперге оянды. Ал жалғауын далада деген. Далада деген көрсе, шыққанда соны іледі. Тамаша. Екінші мақалда Ерхан оқи ғой. Ерте емес. Жақсы, тамаша. Балалар, бірінші мақалдың мағынасы не ол? Не туралы айтып тұр? Яғни өзіңіздің ойыңызды айтып көріңізші. Айта қояйық. Балапан ұясынан қандай құсты көретін болса, ол ұшар кезінде соған ілесіп кететінін айтып тұр. Тағы да кім қалай түсінді? Ал Хайрулла. Ешқандай бала өз жатқанда азапты нелігінде көреді, сол өзгенде қайыталайды. Тамаша, жарайсың. Бұл жерде балапан деп, ол құстың балапан айтып тұр ма? Жалпы адам затқа теңестіріп тұр екен, я? Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны ретті. Ал келесі, ерлік білекте емес жүректе. Кім мағынасын түсіндіріп бере қояды? Күш білекте емес, ақылда деп апай түсіндіріп тұр. Жақсы, тамаша, тағы да. Апай қалай берген? Бұл жерде күш білекте емес, жүректе деп бұны қарама-қарсы айтып тұр. Мысалға,
Қандай жалғаулар бар екен? неден пайда. Жақсы, тамаша. Енді жазғандарыңды мына дискрипторге салып бағалап шығамыз. Нәрді көшіріп жаз. Аша тасты жерлерде, таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жынысын пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма, қышқылы, минералды су бар. Жақсы. Енді балалар, мен бұл тапсырмаға, бұл жаттығуға сіздерге басқаша бір тапсырма алып келдім. Бірінші, аша дегеніміз не ол? Аша деген ағаш. Олар әр заттар жасайды. Мысалы, ал аяла, Мариям, толықтыра қойшы. Аша дегеніміз не ол? Алла. аша дегеніміз ол ағаштың өсімдіктің бір түрі. Жақсы, тамаша. Апай, Аша қай жерде өседі екен? тасты жерлерде, тау аймақтарында өседі. Таулы аймақтарда өседі. Ашаны неге қолданамыз? Хош иістерге адамдар көп қолданады. Тағы да бір әсет. Дәрі жасау үшін қолданады екенбіз, иә? Тамаша. Енді осы мәтінді қараңызшы балалар. Қорытындылаймыз.